Барлықтарыңызға жақсы күн болсын. Бүгінгі видеомды мен қиярларға арнадым. Нақтырақ айтсақ, қиярлардың көшеттерінің бойының неге ұзарып кетеді деген сияқты сұраққа жауап ретінде осы видеоны түсіріп отырмын. Мына қиярлар өсті. Осылайнан бұл қиярларды мысалы 100% шықты деп айтсақ болады. Айтады ғой, кейбір тұқымдарды егеді да, соның ішінде былай осылай қарап білуге болады. Тең жартысы шықса 50% деген сияқты, сондай. Енді 100% көбінесе шыға қоймайды. Мынау тұқым жақсы шығар мүмкін. 100% десе болады. Мынаның өзінде шығып келе жатыр, біреу қалған біреуінің өзінде. Мына 100% шықты деп осындай қиярларды айтады. Енді мен бүгінгі айтатыным сол бойы жайында. Міне өстіп қиярларына жерде тұрды. Осы жерде тұрды да өстіп шыға бастаған кезде, қылтиып осындай болып шыға бастаған кезде, бірден алдымда лампаның түбіне қойып қойдым осылай. Түңгілікте жарық түсу керек. Күндіз жарық бұныңшы. Күндіз жерге былайнан осындай осылардың қатарында тұра берсе де болады, бірағында оны біресе көтеріп, біресе түсіріп жүрмейін деп, осы орындыққа бірден шығарып қоя салдым, мынау светке жақын болсын деп. Өйткені қиярлардың көбісінің бойы ұзын, тым ұзын болып кететіні сол жарықтың жетіспеушілігінен. Күндізгі жарық жарайтын жерде біркелкі түсіп тұр. Кешкілікте егерде жаңағы бөлмеде алдын ала көшет қып өсіреді ғой. Сол кезде сол бөлменің светі сөніп тұрса, келесі бөлменің светі жанып тұрса, жаңағы соған қарай ұмтылып, бір түннің өзінде әжептәуір 3-4 сантиметрге дейін ұзарып кетеді. Ол дегеніміз мысалы мынау қиярлар мынандай болып өсіп кетеді. Бір түннің ішінде өсіп кетеді. Сондықтан қиярлардың жаңағы бойы неге ұзарып кетеді деген сұраққа менің білуімше, өзімнің білімім, түсінгенім бойынша менің жауабым, менің білуімде осылай, сол жарық іздеп. Немесе жаңағы бөлмеде тұрады ғой, кешкілікте. Сол кезде жарық болмай, бөлменің жарығы өшіп тұрған кезде, кешкілікте терезеден жаңағы даланың жарығы түсіп тұрса, соған қарай, әйтеуір қай жерден жарық түседі, соған қарай ұмтылып, өсімдіктің өзі бейімделіп, жарық керек болып тұр ғой, сол жаққа қарай өсіп шыға келеді. Мына қиярлар енді бірнеше күн болған қиярлар өскендеріне. Бір 5-6 күн болып қалды ғой деймін, ең біріншілері өсе бастағаннан бастап. Көрдіңіздер ма, бойы жақсы, жатыңқы, қатты өсіп кеткен жоқ. Ешқайсысы қатты өсіп тұрған жоқ. Барлығы бойлары төмен. Бұларды енді бойлары өсіп кеткен деп айтуға келмейді. Өте бойлары жақсы өсіп тұр. Сол бірден жаңағы ойлаймын, осы светке жақындатып, бірден қойғанның арқасында. Бөлменің жаңағы көшеттер тұрғанда светін жақып қоюға да болады. Немесе лампалардан не болады ғой, светильник деп айтылады ғой. Соларды кейбір арнайы өсімдікке светильниктер болады, өстіп жақын қояды да, битіп үстіне қойып қояды. Сол себептен, бойларын өсіп кетпеу себебінен. Тағы да бір айта кетейін, енді көп видеоларда да айтам ғой, бірақ оны көрмеген адамдар болса, жаңағы бойларының қатты өсіп кетуі несімен ыңғайсыз, қиярлардың жан-жағынан тамыр шығу өте сирек, жаңағы шығуы қиын десек болады. Қызанақтарға қарағанда. Қызанақтарды қанша жаңағы бой өсіп кетсе де төмен көмей салуға болады, жан-жағының бәрінен, топырақ тұрған жердің бәрінен тезірек тамыр шығып кетеді. Қиярлардың кезегінде олай емес. Қатты ұзарып, осындай өсіп, сыртқа қарай бетіп, салбырап өсіп кетсе, ол қиярлардың жаңағы мына сабағы жіңішке, әлсіз болады. Барлығы енді сабаққа, тамырға байланысты ғой. Бірақ оларды да енді менің видеодан қарағаным, көргенім, оларды да топырағын жаңағы топыраққа тереңдетіп, сабағын жартысын көміп, сөйтіп әртүрлі отырғызып жатады. Енді негізі одан көрі бойын өсірмеген, осындай бойын жатыңқы, бойын қатты өсірмеген қиярдың сол тиімдірек.
Назарларыңызға рахмет, сау сәлеметте болыңыздар.